Сақ болыңыз, маса арқылы жұғатын қауіпті вирус шықты. Тез тарап жатқан чикунгунья инфекциясы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымында алаңдатып қойды. Әлем дәрігерлері эпидемия қайталанбас үшін шұғыл әрекет ету керек деп дабыл қағып отыр. Үнді мұхиты аймағынан шыққан аты жаман ауру Еуропа мен Азия елдеріне жетіп үлгерген. Тіпті шығыстағы көршіміз Қытайда бұрын соңды болмаған деңгейде тарап жатыр. Соңғы бір апта ішінде 2700-ден астам жаңа жағдай анықталған. Ал шілде айының басынан бері індет жұқтырғандардың жалпы саны 3100 адамнан асыпты. Қазір дөңгеленген дүниедегі 6 миллиардқа жуық адамның тағдыры ұстараның жүзінде тұр дейді дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мамандары. Биыл 14 елде 220 мың жағдай тіркелген, оның 80-і өліммен аяқталған. Вирус адамның дене қызуын 40 градусқа дейін бірден көтеріп жіберетін көрінеді. Науқастың басы қатты ауырып, жүрегі айниды, тәбеті жоғалады. Буындары да қақсап, түрлі бөртпелер шығып, ұзақ уақытқа төсек тартып қалады екен. Кеселге қарсы нақты ем жоқ. Сондықтан мамандар арнайы масаға қарсы түрлі препарат қолданып, жабық киім киюге кеңес береді.